Қазақстанның халық артисі, әнші, композитор Ескендір Қасанғалиевтің шығармашылығына және оны еске алуға арналған Атамекен ән кешін тікелей эфирде назарларыңызға ұсынамыз. Өмірінің өнерге арнап, халық жүрегіне тереңнен бойлап, ұмытылмас есті әндері дүниеге келген әнші, композитор, мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан КСР халық артисі Ескендір Өтегенұлы Қасанғалиевті еске алып, осы әндері көлемінде ұсыну. Олай болса, баршаңызды ұлы композитордың 85 жылдығымен құттықтаймыз. 1940 жылы 13 ақпанда Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қалдығай округі Бақбақкөл мекенінде дүниеге келген. Халық әндері мен Қазақстан композиторының әндерін орындап көпшілікке танылды. Алғаш Анаға сәлем әнін 1961 жылы шығарды. Ән композитордың жары Дарико Қасанғалиева өзге де лирикалық әндер арнады. Соның ішінде Гүлсезім, Есің ал, Ескермеген махаббат әндері бар. Қадыр Мырзаәлінің сөзіне жазылған патриоттық Атамекен әні 1970 жылы Қазақ СССР-дің 50 жылдық мерейтойына арналып жазылды. Ескендір Қасанғалиев түрі марапаттарға ие болған Қазақстан Ленин комсомол сыйлығының лауреаты, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген артисті құрмет атағы, Қазақ КСР-ның халық артисті құрмет атағына иегері, сондай-ақ құрмет ордені Астана медалының иегері. Әнші Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының иегері, Планетті Торлан сыйлығының лауреаты, Алматы қаласы және Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы атанды. Жылы Асларман жинағы жарық көрді. 1970 жылы Атамекен, 1978 жылы Өмірімнің жазы, 1980 жылы Бозторғайым, 2006 жылы Ескермеген махаббат нота жинақтары жарық көрді. Сезімін оятқан атақты композитор есімі жыл өткен сайын ел есінде жатталып мәңгі өмір сүрмек.
Осымен бүгінгі композитордың шығармашылығына арналған еске алу кешін аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.